Бір күні патшайым Аққұба өте сұлу қызды дүниеге әкеліпті. Оның аққұбалығы таңғы қардай ақ екен. Бәрі оны Ақшақар деп атапты. Алайда көп замай патшайым өмірден озыпты. Патша басқа елге үйленеді, ал жаңа шешесі сиқыр жасауды жақсы біледі екен. Жаңа патшайым өзінен сұлу адамдарға қатты қызғанышпен қарайды екен. Және оның сиқырлы айнасы бар екен. Сол айнадан қалаған нәрсесін сұрап біле алатын. Айна, айна, маған айтшы, әлемдегі ең сұлу кім? Бұл Ақшақар. Жаңа патшайым Ақшақарды өзінен сұлу болған үшін жек көріп кетіпті. Бұл өзінің сарбаздарына Ақшақарды өлтіруге бұйрық береді. Бірақ сарбаз оны өлтіре алмай, Ақшақарға орманға қашуға мүмкіндік берген екен. Ақшақарды орманға апарыңдар да, одан құтылыңдар. Тапсырма орындалды. Тезірек қашыңыз, ханшайым, орманға қарай қашыңыз. Орманда адасып жүрген Ақшақар кішкентай ергежейлілердің үйіне кездейсоқ тап болады. Ол оларға басынан өткен барлық оқиғасын айтып береді. Ал ергежейлілер болса, оны өз үйлеріне қалдырыпты. Бұл кішкентай қыз сондай сүйкімді. Осы сәттен бастап, бұл үй сенің де үйің болады. Сіздерге үлкен рахмет. Бірақ зұлым патшайым айнадан Ақшақардың аман есен екенін біліп қойып, ол қатты ашуланады. Айна, айна, маған айтшы, әлемдегі ең сұлу кім? Ормандағы Ақшақар. Сонда патшайым ергежейлердің үйіне келеді. Ақшақар уланған алмадан тістеген бойда ес-түссіз құлап қалады. Қатты қайғырған ергежейлілер Ақшақарды хрусталь табытқа жатқызады. Көрші мемлекеттің ханзадасы ергежейлілердің үйінің жанынан өтіп бара жатып, Ақшақардың сұлулығын көріп, оның бетінен шын жүректен сүйіпті. Ғажайып болып, Ақшақар қайта ояныпты. Зұлым патшайым айнадан Ақшақардың аман есен екенін тағы да біледі. Ол кілем ұшаққа отырып ханшайымды өлтіруге ұмтылады. Бірақ найзағай патшайымның зұлымдығын тоқтатыпты. Осылайша ханзада мен Ақшақар бірге бақытты өмір сүріпті.